Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жолдауында еліміздің және жастардың басты капиталы бұл сапалы білім деп айтқан болатын. Ендеше сапалы білім мен саналы тәрбие беру арқылы біз өскелең ұрпақты ертеңгі болашаққа нық сеніммен жолда жұмыс жасаймыз. Нормативтік құқықтық модульдің мазмұны бұл еліміздегі білім беру сапасын реттейтін, мемлекет саясатын белгілейтін нормативтік құқықтық құжаттар мазмұнын таныстыруды жобалайды. Себебі барлық нормативтік құқықтық құжаттар мазмұнының идеясы бұл стратегиялық міндетті шешуге көзделген, яғни адам капиталының бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату. Елбасымыздың қойып отырған жолдауында да еліміздің бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуы да осы сабақтастықпен үндесіп жатқанын аңғару қиын емес. Жалпы нормативті құжаттармен жұмыс жүргізгенде білім беру саласында мемлекеттік саясаттың басым бағыты сапа екенін естен шығармай, төмендегі басымдықтарды біз естен шығармай назарда ұстауымыз керек. Бұл қандай? Бұл негізгі екі басымдық деп айтуымызға болады. Біріншіден бұл білім беру жүйесінің дамуындағы басым бағыттарды анықтау. Яғни бұның ішіндегі бірінші мәселе бұл кәсібилік. Яғни кәсібилік жұмысқа қамтудың кепілі ғана емес, сонымен қатар бұл ұлттық еңбек нарығының тиімді жұмыс жасауындағы міндет екенін біз білеміз. Екіншіден бұл экономиканың барлық салалары үшін жоғары білімді және жоғары білікті кадрларды дайындау болып табылады. Және үшінші бұл білім беру саласын реформалау және жаңғырту екенін біз білеміз. Екіншіден бұл жаңғырту үрдісін жүзеге асыру жағдайында міндеттерді және механизмдерді білу болып табылады. Яғни оқыту үрдісінде заманауи әдістер мен технологияларды Назарбаев зияткерлік мектебіндегі тәжірибені тарату және енгізу, бұл да жалпы білім беру орта мектептеріндегі Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі деңгейіне жеткізу міндетімен сабақтас болып жатыр. Педагогикалық құрам сапасын жоғарылату, біліктілік жүйесін жетілдіру, жастар үшін білім алудың қолжетімділігін кеңейту сияқты міндеттер де осы басымдықтардың ішінде бар екенін айтуымызға болады. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін қалыптастыру, яғни өмір бойы білім алу, оқу бұл динамикалық дамудың басты формуласы екенін біз жақсы білеміз. Сондықтан да оқыту үрдісіндегі тәрбиелік құрамдастықты күшейту, бұл әрине елжандылық, отанды сүйгіштік. Әл-Фараби ұстазымыз айтқандай, балаға алдымен білім емес тәрбие керектігін деген сөзімен нақылмен келіп жатыр. Келесі тақырыптарды танысқан кезде біз көңіл аударарлық жайт бұл Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға, сонымен қатар 2016-2019 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары, сонымен қатар оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарындағы білім сапалығын бағалаудың критерийлерінде төменде көрсеткіштер аталынған. Бұл 3 критерий, яғни шарттардың сапасы, үрдістің сапасы және нәтиженің сапасы. Яғни білім сапалығын жүзеге асыруда алдымен оған жағдай жасалу және сол үрдістің өтуі және сол үрдістің нәтижелі болып табылады. Жалпы білім сапасын бақылау кезең-кезеңмен жүзеге асатынын білеміз. Жалпы бұны 4 кезеңге біз бөліп қарастыратын болсақ, бірінші кезеңде жетілдіру, яғни оқу жетістіктерін белгілеу, анықтау және жетістіктер деңгейін бағалау екенін біз айтуымызға болады. Екінші кезең мектептің білім беру жүйесінде орын алған мәнмәтінін анықтау, яғни білім беру саласында мемлекет саясаты мен білім беру стратегиясымен сәйкестендіру болып табылады. Үшінші кезеңде қажетті әрекет шараларын дайындау, яғни туындаған түйіннен шығудың жолдарын көрсететін жолдарды анықтау болып табылады. Төртінші кезең нормативтік құжаттар белгілеген білім беру жүйесін дамуындағы мақсатты индикаторларды толықтай жүзеге асуын бағалау болып табылады. Жалпы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасымен және функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарында білім сапалығын жетілдіру жолдары және оның механизмдері көрсетілген. Сондықтан бұлар презентациялық тұсаукесерде кеңінен толығымен таныстырылған болып табылады. Негізінен барлық нормативтік құқықтық құжаттарда білім сапалығы бұл басты басымдылық, мемлекеттің инновациялық индустриалды дамуының кепілі болып белгіленген. Ендеше осы модуль бойынша білім беретін контенттің оқытылу аясында маманның кәсіби біліктілігін арттыруына мүмкіндік беретініне біздің еш күмәніміз жоқ. Назарларыңызға рахмет.